tағы da bir sponsor degенде болады жаңағы. Алматыдан келген, діннің жолын қуып жүрген, бізде оқып кеткен Әлбек Байзақты ортаға шақырамыз. Anlayabiliriz. 20 yıldan beri Ukan toyunda кездесіп отырмыз ғой, қуанып тұрмыз осы. Мынау құрбы құрдастар, мынау жақсылық болсын. Мынау дейді. Үлкен той болсын, аты жақсылық болсын. Қолдап тұрмыз. Alcana, foto alırız. Жаңағы бұл кезде болмай қалған Қалжан ағайдың подаркасы мен Шембек ағайдың жұбайының подаркасын ортаға алып шығыңыздар. Кентау қалалық білім беру, саяхат, спорт бөлімінің меңгерушісі Шаркүл Тұрдымұрат қызын шақырамыз. Білім беру бөлімінің бас инспекторы Нұржамал апайды шақырамыз. Нөмір 24-ші мектептің директоры Нарбек Мұсабековны шақырамыз. Кісілердің тілектерін естейік. Құрметті халайық ағайындар, мынау нөмір 8-ші орта мектептің Қалекең бастаған педагогикалық ұжымын
сол мектептің ата-аналарын, сол мектептің оқушыларын, сондай-ақ сол мектептің осыдан 20 жыл бұрын мектепті бітіріп кеткен түлектерін бүгінгі бір ерекше салтанатты, мерекелі, үлкен бір мерейлі тойларымызбен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қымбатты 20 жыл бұрынғы мектепті бітірген түлектер және бүгін мектеп қабырғасынан соңғы қоңырауды естіп ерекше бір көңілді сезімге бөленіп отырған түлектер, сіздер биылғы жылы осы мерейтойларыңыз ерекше бір оқиғада өтіп отыр. Мынау ғасырлар тоғысында, 21 ғасырдың алғашқы жылында, мәдениетті қолдау жылында, сапалы білім деп жарияланған оқу жылында мектеп қабырғасын бітіріп, мектеп ұстаздарымен кездесуге келіп отыр екенсіздер. Біз әдетте мектепті жаңа бітіріп отырған түлектерге айтушы едік, Абайдың сөзімен. Сен де бір кірпіш дүниеге кертегін таптап бал қалан деп. Мен ойлаймын, осыдан мектепті 20 жыл бұрын бітірген түлектер осы күнге шейін өмірден өз тетіктерін тауып, қаланып, бүгін мінекей жеткен жетістіктерін ұстаздарының алдына есеп беруге, мақтан етуге, осы уақытқа шейін алған білімдеріне өздерінің қайтарымы ретінде сый-сияпатын жасап, кездесуге асыға келіп отыр ғой деп. Ұстаздың еңбегі, ұстаздың өмірі сонымен бағалы, сонымен құнды. Ұстаз қашанда өзінің шәкіртімен, өзінің тәрбиесінің жетістігімен, өмір жолында соның алған үлесімен өз еңбегін бағалайды екен. Қалеге және сіздің мына педагогикалық жолыңызға көп еңбектеріңізге табыс тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Мына бүгінгі жаңағы Жұмаділаев, Талғат сияқты және сол секілді басқа да ірі-ірі, ақылды, адамгершілігі мол, қайырымды, мейірімді шәкірттеріңіз, түлектеріңіз көптен көп бола берсін деймін. Сондай ағаларының үлгісін алған бүгінгі түлектер, бүгінгі оқушылар болашақта ешқашанда қатыгездікке, жамандыққа, әділсіздікке бармайтын нағыз өнегелі алтын ұядан ұшқан азамат болып өсетініне мен сенім білдіргім келеді. Көп-көп рахмет. Тойларыңыз тойға жалғаса берсін. Енді осы кісілерге орамал тоң болмайды, жол болады дегенде сыйлықтарымызды тапсыруды көрсетіп етіңіздер. Мынау 1978 жылы біз 58 жылы бітірген түлектер осы дәстүрді бастап едік. Біздің мектептің дәстүрін. Содан осы 2000 жыл болды, 22 жыл бойы осы толассыз жүріп келе жатыр. Ешқандай үзілген емес. Бұның өзі біздің мектептің мұғалімдер қауымының, оқушылардың ілтипатты, инабатты, адамгершілік тәрбиені жақсы түсінгеннің белгісі ғой деп санаймыз. Өйткені еш уақытта бұл толастаған емес. Үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу деген бұны осыдан басталады. Ең негізгі мақсатымыз біз сіздерге осындай қасиетті қалыптастырғанымызға біз өте қуаныштымыз. Мінекей бүгін осыдан 20 жыл бұрын мектеп бітіріп кеткен түлектер қазір бастар екеу болып, бірнеше семья болып, кейбіреулердің балалары алдау жетеуге жеткен екен. Осындай мектебіне ұстаздарына сәлем берейін деп, туған еліне сәлем берейін деп, сонау бүкіл баяғы Совет үкіметінің тұсындағы мемлекеттерден келіп жатыр. Кейбіреуі жаңағы Алматыдан, Ресейден, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келген жігіттер бар, Жезқазғаннан келген жігіттер бар. Бұның өзі сіздердің осындай өте тамаша елін сыйлайтын, ауылын сыйлайтын, туған жерін сыйлайтын азамат болып өскендеріңізді көрсетіп тұр. Бір жағы сіздердің қосылған, кейбіреулердің жаңа келіндері бар шығар, кейбіреулерде күйеу бар шығар, солардың жақсылығы деп есептеймін. Өйткені мынау қысылтаяң заманда соның бәрі бір ауыз болып осындай жерге қосылу деген ол енді өте бір тамаша нәрсе. Бұны сол үшін сіздерге не тілеймін. Мынау дәстүріміз жалғаса берсін. Тағы да айтатын жаңа айтып кетіп жатыр ғой, жаңа біздің Кентаудағы басшымыз да айтып жатыр, Кентаудегі қонақтар да айтып жатыр. Кентаудың бәрі біледі бұны. Біздің мектептің түлегі бір ғана Талғаттың жасаған тірлігі бүкіл сіздердің жасаған тірліктеріңізге татып жатыр.
Мінекей ол мақтаныш, бізге де мақтаныш, ол сіздерге де мақтаныш. Өйткені ол сіздермен бірге оқыды. Оны біз оқыттық. Осының бәрі бізге мақтаныш болып жатыр. Мінекей сол кеше ғана жаңа айттым, кейбір қатысқан кісілер естісін. Тағы да айтам, мектепке былтыр көмектескен, биыл тағы да 150 партаны берді. 150 партаңыз ақшаға есептеген кезде 800 мың сом тұрады екен. 800 мың сом тірлігін бізге әкеп берді түнде. Міне сол кісіге мен сіздердің аттарыңыздан, ашсайлықтардың аттарынан, мектептің педагогикалық ұжымының атынан денсаулық тілеймін. Өз денсаулығы шамалы нашарлап жүр екен. Денсаулығы мықты болсын, жақсы болсын, бақытты болсын, өмір ұзақ болсын деп сіздердің аттарыңыздан сондай тілек білдіремін. Сіздердің келгендеріңізге көп рахмет. Мынау мұғалімдер қауымын құттықтап жатсыздар. Орамал тонылмай жол болады дейді. Кішкентай сыйлықтарыңызды беріп жатсыздар. Мынау бүкіл мектеп бітірушілер, бүкіл Ащысайдың адамдарына кездесіп жатсыздар. Бұның өзі тәрбиенің мәні өте зор. Сол үшін сіздерге мен үлкен табыс тілеймін, еңбектеріңізде жеміс тілеймін, семьяларыңызда бақытты ұзақ өмір сүріңіздер. Рахмет сіздерге. Қазір енді мына ұстаздарымызға, қаладан келген қонақтарымызға арнап, Күзембаев Сержанның баласы өлең айтады. Артынан 24 мектептің директоры Нарбек Мұсабекұлын шақырамыз. Құрметті Ащысайлықтар, бүгін сіздерде бір жақсы традиция болып жатыр екен. Бұдан 20 жыл бұрын мектеп бітірген осы Ащысайдың түлектері жиналып, өзара бас қосып ұстаздары құрметтеп жатыр екен. Жалпы Ащысай жері, Ащысай халқы менің ойымда ерекше мақтауға тұрарлық, ерекше bizim yerimizde, tarihimizde izi var hалық. Kеше өткен Ұлы Отан соғысында Қазақстан немістерге қарсы атылған оқтың 90%, 10 оқтың 9-ы Қазақстаннан шықты десе, сол 9 оқта тек Ащысайдан шыққан. Талай ел Ащысайды білмеуі мүмкін, бұрынғы Союздың одақтың адамдары, бірақ Қазақстаннан осынша көмек болғанын жақсы білесіз.
Tüpten sınavı erke zamandan bastap karasaq, Aşısay, mınau jағы Sozak, mınau jағы Түркістан, Шымкент, Ташкент арасындағы елшілік сияқты. Қоқан хандығының елшілігінде қызмет еткен Созақ болса, көптеген аңызға айналған Созақ даласы болса, соның шекарасында тұрған осы Ащысай. Өзі екі жаққа бірдей таудың төбесінен қарап, барлығына бағыт сілтеп тұрған жер сияқты. Кеше ғана бүкіл одақта Қазақстанға шыққан Кентау болса, Кентаудың негізін қалаған Ащысай комбинаты болса, түсті металл комбинаты. Сол комбинаттың атының өзі Ащысай түсті металл комбинаты деп тұр. Ол да осы Ащысай елінің жерінің қадірін арттырып тұрған сияқты. Мынау бүгінгі тойларымыз құтты болсын. Ұстаздарын құрметтеген ел, балаларының тәрбиешілерін құрметтеген ел бар уақытта бақыт болмады. Осы Ащысай мектеп бітірген, Горький атындағы мектеп бітірген ұстаздар, оқушылар бар уақытта бақытты болсын, табысты болсын. Сол балалар тәрбиелеген ұстаздар бақытты болсын. Дендеріңіз сау болсын, жақсаттарыңыз бар уақытта жайдай берсін. Рахмет. Жер беті жамылғандай жаңашайлы, бүгін бір той өтуде тамашалы, уақыт шіркін зымырап өтіп жатыр, 20 жылдан соң кездесті достар әні. Қыспағымен қыссада мына ғасыр, бүгін бір той өтуде ұлан асыр, көсегеміз көгерсін дейді қазақ, ұлағатты сөз бар ма мұнан асыл. Бүгін бір той өтуде сәніменен, күмбірлеген күйімен әніменен, есеп беріп отырсын көпшілікке, дидарласып бүгін бір бәріменен. Ай өтеді, артынан жыл өтеді, думанымен әйтеуір күн өтеді. Қаратауда иілді бүгін саған, құлпыртып көктемде гүлгедегі. Бала кезде бір жүрдік білетінім, асық атып ләң ойнап жүретінмін. Кеткеніңде ләңгіні жампоз едің, сірісін басынып бір етегін. Балдәуреннің күнімен арайлана, Максим Горький мектебінде оқыдық 90 бала. Шырын күнді сол кезге қызығы көп, ұмытамыз досым-ау қалай ғана. Бөліп іші бал шарап тамашаны, екеу болып өмір сүру қандай жарасады. Махаббатқа мас болған, Жұмағали мен Асылзатқа Тастыбекпен соғады. 10 жыл бойы бірге оқып, бір партада отырған, махаббаттар да сол партадан басталған. Алыстан арбаламай, жақыннан дорбалаған Қалдыбаев Жұмағали, Алданова Асылзат, Мұсаев Тастыбек, Әленова Ләззат, Батырбеков Жуасбек, Бақтыбаева Баян, Сердали Бақыт, Сопи. Мектеп үшін жалықпа күресуден, талағат тұрақан аттарын бүкіл елге естілген. Біз рахмет айтамыз анаңызға, өзіңдей бір саналы ұл өсірген. Алтын ұя қамын ойлап, қамқор болып мектебіміздің гүлденуіне өз үлесін қосып жүрген Жұмаділдаев Талғат және де мынау Кентау қалалық мәдениет үйірмесінің директоры Сүлеймен Төреханды ортаға шақырамыз. Іздейді ол бұл өмірден жақсылық, жүрген жері берекелі молшылық, күндемейді кейбіреудің байлығын, динағыз шын пейілмен тілейді елге тоқшылық. Ұлағатты ұстаз Ботабекова Динаны ортаға шақырамыз. Жолдастарымызбен шығыңыздар. Жүрсе де ұзақ қалада олар сағынып,
құрдастарға бас иелі табынып, 20 жылдық кездесуді ести сап, жетіп кетті Алматыдан ашығып. Алматыны жайнатып, дүрлетіп жүрген құрдастарымызды ортаға шақырамыз. Олар мына кісілер: Еспенбет Қорасқан, Әбдез Неме, Иханбаев Бесенәлі, Аяжанов Марат, Тоқтыбаев Қасым, Бәділдаев Ержанды ортаға шақырамыз. Bir Алла жаратушы жаппар ием, алдыма құлдық ұрып басым дейем. Әркімге мақтан етер қыз екенсің, сүймесем мұндай қызды кімді сүйем. Ақылына көріксай, жайдағы қыздарымыз Бек Сүгірова Насипа мен Тәжбай Барахиян ортаға шақырамыз. Құтты болсын достарым төл берекем, құрбы құрдас қасында ол берекем, елін сүйер халқын сыйлар азамат болып, күліп ойнап өмірді сүрсек екен. Енді ордаға Таукент қаласынан келген Саттар Мажит пен Шымкент қаласынан келген Бекен Ләдәшінді ордаға шақырамыз. Жүрегіне күннің гүлзар жылылығын жинадың, қыран таулы кең даланың олығын жинадың, бұлақтағы аққан судың мөлдірлігін жинадың, жиғаныңды жомарттықпен құрбыларға сыйладың. 20 жылдық қарсаңында 4-5 рет түнде кеп, ұйқысынан оятып ап құрдастарды қинадың. Алыста тұрса да осы 20 жылдыққа белсене атсалысқан Батырбек Мырзаха мен Әбу Жұмарлан ортаға шақырамыз. Аттамайды, біреумен ұрсып, біреуді аттамайды. Шырт киімі ешқашан баптанбайды. Өзін елдер мақтап жатса да мақтанбайды. Ортаға достарымыз, кластастарымыз Сәлимаева Перизат пен Пайжат Мұхтар шақырамыз. Байқаймын үрікпеді, абыройын атағын үрікпеді. Бүгінгі 20 жылдық салтанатқа Есенбек пен Наубайын шын жүректен жымиып күліп келді. Құрдастары оларды құдіреті күлкісінде деді. Еге берді Есенбек пен Сағынбаев Наубайды ортаға шақырамыз. Машинада жүрмес еді, тырп едіп, бір тетікті қозғалмаса бір тетік, анда-санда төбесін көрсетіп жүр. Аман келдім автобуспен жылт етіп. Кентау-Түркия маршрутында сапарға шығып жүрген, талай елді көріп жүрген Қожақ Амангелді ортаға шақырамыз. Кездескенде қол қысып күлімдескен, әңгімешіл сауыршылы кластасымның уақыт шіркін егеуде тілімдескен. Әңгімені есегетіп айтатын Құлмақанды көп сөйлемейтін маңғаз болыпты деп естідік, бірақ осы 20 жылдықта құрдастары күлкіге қарып қылатын шығар деген оймен айтар Құлмақанды ортаға шақырады. Түйіскен жер 90 жолдың торабы,
бұрынғысынан 2 есе көп қонағы, Индиядан әнін салтанатты сәні болсын дегенде Исатай Индияның әнші Радж Капур болады. Шәкірттік кезінде Индияның әндерін нақышына келтіріп орындайтын, қазір Түркістанда қасына дуэтпен орындап жүрген Бейсенбай Исатай мен Малдыбаев Тоқтатсызды ортаға шақырамыз. Қиналған сәтте қол ұшын беруге дайын тұратын Ахметов Қадірәлі Еркебек Пісебай тоқтаға шақырамыз. Жамандыққа бастырмайды қаққылап, жолдас үшін басын берер жатқылап, той томалақта тағы солар жүргені жұмыспенен әрлі бері шапқылап, ортаға Тұрсайып, Ерғали мен Дәуленбаев құралып шақырамыз. Қиялдады, жиналып құрдастары ясына, орындалды кеншінің көңіл күй арманы. Жомарт кеншілер Жезқазған қаласынан келген Керімбеков Тұрсынбек пен Сүлейменов Серікті ортаға шақырамыз. Жүрушек бір ойнап бір ішіп, дұрысы беймәлім істерге кетушек кірісіп. Енді ортаға Жаңатас қаласынан келген Баймағамбет Ерал мен Кентау қаласынан келген Сәмбет Ержан ортаға шақырамыз. Уайымы жоқ, қайғы жоқ, көйлегі көп, қарны тоқ, доллар толы қалтада, не әкелдің біздерге? Сатасың ба, сыйлайсың ба, оны өзің білесің. Шық кәне дәусіңдігін ортаға деп, қойға төрі тарна келген комиссар қызымыз Жақыпашына шақырамыз. Дәйекті сабыр пайыз байсалдығы, алымды ой парасат айтарлығы, жігітте ұлы еңбек майданында піл төзім қайыспасынар қайсарлығы. Енді ортаға Теміртаудан келген байсалды құрдасымыз Көлбаев Мұрат пен Кентау қаласынан келген Баймағамбет Күмісбек ортаға шақырамыз. Мынау сыйлықтарыңызды кезек беріңіздер, мына жерде топыр болмасын. Жастайынан бұзықтықты білмеген, көкейінің адалдықты көздеген, үлкен кіші кәріге ізетпенен сіздеген, Құран кәрім тілінде тілі таза сөйлеген, ата-баба әруағының рухы оны қолдайды, емделген әрбір науқас Байзаққа шын жүректен алғыс сезім жолдайды. Әлімбек Байзақты ортаға шақырамыз. Тауға айбат берер шын керек, түнгі аспанға жұлдыз керек, нұр керек, күлгенде көздерінен күн шығатын, сұлу қыздар жылайтын ақын керек.
Endi o'rtaga inovatlaşıp kızlarımızı çağıramiz. Kaldıbayeva Armankul, Baydillayeva Perizat, Canabadirova Sarsenkul, Amandikova Dildakul çağıramiz. Yernazarova İmakul da var. Kendi ortalaşımızdan. Bıraktalım. Ayakta da birge jedip, birge bozuk tartipti. Soğustu de birge aldık, maqtalsak bir maqtalып. Жаңатас қаласынан келген Берді Құлбайымызға Сапарбеков Алтай, Төленбай Манат ортаға шақырамыз. Бірге көріп, көлеңкені, бірге көріп шуақты, айымызда, аптамызда бәрі бірге шуақты, мектепке де бірге барып, бірге қайттық сабақта, өмірге де бірге келіп, бірге кеткен сияқты. Ортаға Күзембаев Төлехан мен Әбілдаева Райязымыз шақырамыз. Aldı yerkendek denimiz ve tilimizde kadar tutup jürümüz, ana tilini unutuyen jamanı, bizдің Сәбира ана тілі маманы, қалалық Кентау Шұбас газетінің меншіктен түсті кіші Тоғжарған Сәбира. Жолдаш. Мәке. Жалынды жанары, жайдары қабағы, мейірім шапағатты бір өзінен табасың. Өзінен сыр шертсең бір сәтке көңілің марқайып қуанып қаласың. Мектебіміздің белсенді қызметкері Күзембаев Сержант ортаға шақырамыз. Мынау сыйлықтарыңызды кезек-кезек әкеп берулеріңіз болса, уақыттың тарлығына байланысты ол енді сөз сөйлеп андай сыйлықтарыңызды бере беріңіздер. Сөз сөйлеуге уақытта тұрып жоқ жатыр. Барлықтарыңыз сыйлықтарыңызды әкеп бере беріңіздер. Оны уақытымыз тығыз біздің. Жылдам. Әлі бір қалай сөздеріңіз бар мына жақта. Болмайды, бір қалай сөзсіз бар, сол кетесіз. Білінбестен қасының керілгені, үлбірейді жұп-жұқа еріндері, мінезі де өзі де қарапайым, айналайын қазақтың келіндері деп, біздің жайсам жігіттеріміздің келіншектерін, яғни келіндерімізді бір қадам алға шығуын сұранамыз. Кендер, ортаға.
işte alыңızlar, мынау сыйлықтарыңызды беріп қойсаңыздар. Қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын сақтай отырып, инабатты, кішіпейіл келіндеріміз көпшілік қауымға сәлем салады. Байзақ қана? Байзақ. Ұлы таудай толғалы, туған өлке күйеулері, сендер менен бір басым шыңға қадам, сендер барда келген жоқ мұңдамаған. Күйеулер бойларын көрсетіп көпшілікпен сәлемдесуге ортақ ашсын. Армандаған арманына жете алмаған, қыршын кеткен өмірден, Бек Мұхамбетов Аба Муслим, Шерубаева Тюльпан, Мұсаев Бауыржан, Жанақбаев Төребек, Оразбаев Үсен, Үсенов Сейсахан, Имашев Ханай, Байқарашев Мұхтар, Байжанов Серік, бас иек рухтарына еске алайық, құрдастарды құрметтеп. Топырағың торқа болсын құрдасым, Алла берген иман болсын жолдасың. Ортамызда жоқ, 20 жылдық тойға қатыса алмай, өмірден ерте кеткен құрдастарымызға бағыштап, өзіміздің кластасымыз Байзақ құран оқиды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Жатқан замежен Müslüman paylaşarak bizden yaptı. Seyrımda varsan sıra oturda olsun ve bir açtım atalım. Cizne ölümü otur. O sırada bedenlerin arasında var. Baş. Allahu Ekber. Amin. Өзіміздің рәсіміміз бойынша әр жылда келетін, мынау келесі жылы енді мынау бізден бір жас кейінгі оқыған 64 жылды түлектерге эстафета тапсыруға рұқсат етіңіздер. Ортаға 64 жылғы біздің туды алатын бір жігіт пен бір қыз ортаға шықсын. Alkışlardan. 64 жылдың бәрі сасыра кеткен ма немене бұл?
жіберіп рұқсат етіңіздер. Бүгін мынау қандай нұрлы күнімде, бүгін мынау айлы болар түнімде, 20 жылдық бір-біріне ұлассын жайма шуақ қыз көктемнің күнінде. 1980 жылы мектеп бітірген түлектер, 1981 жылы мектеп бітіретін түлектерге дәстүрге айналған 20 жылдық қауышу кездесу салтанатын ары қарай жалғастырады деген сенім үмітпен 20 жылдық эстафета туын қадірлі іні-сіңілі қарындастарымызға табыс етеміз. Тудың дақ түсіп кір шалмауын сұранамыз. 1980 жылғы түлектер атынан мына жалауды ұсынуға рұқсат етіңіздер. Мұраты ілгері елдің асыл биік, қарсы алдым қадірлі ұстаз құрдастарды жиып, 20 жылдық достарымның тойына мен дағы сәлем берем басым биік. Еңбегіммен өрнектеген өмірді, құрдастарым 8 қырлы көңілді, 20 жылдық тойды жатыр шалықтып, ашы сайдың думаны көп өңірді. Тіршіліктің тоқтатпастан күресін, бүгінгі күн шаттанасың күлесің, ғажап болып өтуіне бұл тойдың құрдастарым көп қой сенің үлесің дей отырып, осы 20 жылдықтың ұйымшылдықпен өтуіне атсалысқан құрдастарымыз, осы ауылдағы бүкіл құрдастарымызға және демеушілерімізге шын жүректен шыққан алғысымызды айтамыз. Ал енді мына бір осы жиналған хор деп есептейміз. Енді бір ұстазым әнін орындап жүрсе қалай қарайсыздар? Ақсы емес, қой.
Алтын бой болсын. Осы 20 жыл дәстүрді ары қарай жалғастырамыз деп 64-ші жылдар атынан сенімімізді білдіреміз. Bir әншіні жалдап, сол бір әнін айтып берсін.